Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода тоқ малшы туралы айтатын боламыз, яғни электропастух. Сол үшін каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Құрметті ағайын, мен қасында Нұрлыбек деген ағам электропастухта осы 5 жылдық аз-маз тәжірибесі бар. Соны айтып бөлісетін боламыз. Жалпы электропастух деген не? Ол қалай пайда болды, қай жерден көрдік деген сияқты соның басына халыққа түсіндіріп айтайық. Сол жағын айтып кетсек. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Енді мына электропастух жөнінде інім сұрап отыр ғой, ініміз екеуміз видео түсірейік деп. Мына электропастухты біздер деген интернеттен қарап 2017-те алып көрдік. Ең бірінші алғашқы рет біздер мына пастухты 3 жіп жіберіп пішен қоршадық. Проводный ол кезде скірт қой пішенде, соны қоршадық. Содан бастап осымен айнала не істедік. Енді қолдана бастадық. 5 жыл болып қалыпты. Сосын деген біздер мына бұқаларды қораға ұстауға, қора ретінде қоршап, шағында бір километр ма сондай қоршаймыз. Сол қоршап, соған ұстап, сөйтіп 5 жыл пайдаланып келдік. Құрметті ағайын, бұл бұқаларды не үшін қорада осы электропастухта қамап отырғанымызды видеоның соңында айтамыз. Сондықтан видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең соңында айтатын боламыз. Мына біздің климатымыз кішкене келіңкіремейді. Құрғақшылық мына күн ысыған кезде дұрыс соқпай қалады. Соған жылқы мал әсіресе қиындау. Жылқы мал деген өтіп кетеді, үйренбейді. Бірақ бұлар да үйренеді негізі, мына жер ыза болу керек. Біз мына бұқаларды көктем уақытында сол бір айға қамап ұстаймыз. Осы үйдің әйелдер арасына. Ол кезде кішкене ыза болады. Енді күн ысыған кезде онда қиындау болады. Минус жері сол дұрыс соқпайды, слабый соғады. Үйренген мал деген, ол деген слабый соқса да өтпейді. Бір талдан қорқады уже. Бір талдан уже шыға алмайды ғой. Басында біздер деген 3 тал жібердік, 3 жіп жібердік, 3 жіптен бірақ үйренген мал ол бірден де шықпайды. Үйренбеген мал ол жерден 5 жіберсең де бәрі шығып кетеді. Сол шығып кетеді. Ол шығып кеткесін, мұнан бәрі жіп үзіледі, ана изолятор сынып қалады. Сол кезде ол расход, баяғы ақша кетеді деген сияқты. Стойка деген басында біз басқаша стойка қойдық, қазір арматураға қойдық, тірелдік, тоқтадық арматураға. Арматур 12-лі арматур. Балғанда қаға қойсын, бұл деген любой жерге, қатты жерге кіре береді, ыңғайлы, бас ұшты. Мынау изолятор деген, мынау деген тасымас. Мынау деген бұралады. Бұралып жоғары төмен түседі, регулеп қойсайсың, неге дейсің, бір жерлер сай болады, биік болады деген сияқты, соған регулеп қойсайсың, жоғары төмен. Мына провод жерге тимей тұру керек қой. Мына біздің 3-ші проводымыз алып тұрған, басында алған проводымыз деген жуан болды. Ол деген жуан деген салмақта болады, мынау деген салақтап майысып кетеді, сосын шөптер кетеді, шөпке тисе батарея тоқ болады да, уже аккумуляторіне отырып қалады. Соның үшін батарейкасына отырып қалады. Соның үшін батарейка отырып қалады. Бізде қазір енді соңғы кезде 220-ға жалғап отырық. Соның үшін батарейка болған жағдайда сол батарея тоқ кетіп, неге тиеді. Шөпке тиеді, шөпке тиіп, кішкене батарея тоқ отырып қаласын, уже тоқ соқпай қалады. Сонда бұны дейтін таланың кез келген жеріне апарып құрып, соның үшін батарейканы құрып тастауға болады ғой? Болады ғой, сол болады, бірақ деген банағы сол минус жерлер, сол аккумулятор отырып қалады. Мынау электропастухтың главный ми деп айтамыз енді біздер. Осы соғып тұрады. Биыл деген біздер 220-ға мына блок питаниесімен жалғап қойып отырық. Негізі 220 болса, сонда жерге жалған өте жақсы. Өйткені мен неде... Соның үшін батарейканы жалған кезде бұлар көбіне отырып қалады, банағы батарея тоқ. Неге кетеді? Шөпке тиіп қалады, сол кезде қиын. Отырып қалады, тоқ соқпайды. Мынада уже отырмайды, тықылдап айдей береді. 220 неге жақын жерде болса, сонда жерге қоршаған абзал. 12 вольт соғып тұр кезде?
мынау енді 12 вольттан мынандай 12 линиясы, егерде мына линия деген тек қалса, мындан қарап отырасыздар, азайып кетеді, мынау деген 7 болып қалады, 5 болып қалады деген сияқты. 12 деген уже нормаль, линия нормаль деген сөз. Былай негізі қарап тексеріп отырасыздар линияны. 220-дан 12 вольт шығады, 12 вольттан мынаған кіреді миға, мидан мынау заземление кетеді. Мынау деген жаңа біреу деген үстіне кетеді, қазір ана жағын көрсетейік. Біреу заземление, біреу деген плюс жіпке кетеді, қазір ана жақ көрсетейік. Жіпке. Біреу жерге тік қойсын, бана қараны. Иә. Мен білмейді екен. Мынау деген бана қара. Бана заземление ғой, заземление мына штермен жерге қадалып. Метр жарым жерге заға барып тұр мынау деген. Біздер енді уақытша бұны осылай бір штермен тық қоямыз, көшпелі болғасын, қозғалмалы болғасын, сезонный болғасын. Негізінде 3 штермен жасайды интернетте. Біз енді мертвый болмай былай қозғалысты болғасын, осылай сақ қоямыз, былай соғып тұр. Мынау деген сосын деген банаға не? Плюсы жіпке орап қоямыз енді айткізіп. Проводтың арасын сым өтіп жатыр ғой. Мына енді негіз қыстыршы болады, біздер енді осылай барып тұр енді. Мына жіптің арасында 6 сым болады. Айтпақшы осыны айта кетейінші, осы 6 сым болады. Үзіліп қалған жағдайда мына кер жалғағанда түйіп тастамай, каждый 6-ауын бірін-бірін жалғану керек қой, егер ана жаққа шығып кету үшін. Бұлай түйіп тастасаңыздар дұрыс бармайды, слабый барады. Өші мына айтайын тұрамын, жіптің ішінде 6 жіңішке сым бар. Сол негіз тоқты соқтыратын арасынан шығып тұр ғой. Мал үзіп тастаған кезде, кер жалғаған кезде сол сымды мұқиятта қарап жалғау керек қой. Тағы айтатын жағдай, мына осы біз шпагатты пайдаланамыз, мына любой заборға байланады, мына жерден түйіліп, мынадан уже тоқ өтпейді ғой, изолятор ретінде ғой. Бұл деген любой шпагат, любой неде бар, ақша шықпайды деген нәрсе ғой. Біз осыны пайдаланамыз, мысалы қоран ішіне құрған жағдайда екі шетіне осы шпагаттан мына жіп кетеді ғой, тоқ, мына жерге тоқ кетіп тұрады уже. Сосын деген мына мал деген малды үйрету жағы бар. Сол қалай үйретіледі сол? Көп, малды көп білмейді, үйреткені бізді басында білген жоқпыз. Соңғы кезде мына малды қора көктем айларында үшін қамаймыз. Күзде мысалы сиыр қораның іші кішкене сиыр балшық болады ғой, кішкене сарсық деп болады, дымқылдық керек болған. Дымқылдық болса жақсы соғады. Тарс еткіш. Сол дымқылдық болар кезде қораның ішіне малды қамап, үйренбейтін малдар жаңа бұзаулар, төлдер білмейді ғой, соларды қамап. Мына тәртіпті бас соқтарды қарандар. Тәртіпті өздері мәдениетті. Айтпақшы мына электропостоктың бір үйренген мал, әбден кәдімгідей миына сіңіп үйренген мал деген көзім жеткені, зерттеп басында қызық болып зерттеп қараймыз ғой. Сол кезде бұқа қамалып тұр, сыртында күйліп тұрған сиырға шыға алмады ғой. Бұқа деген күйлеген сиырға мына ектіннен шыға алмады. Ол кезде ектін болды. Енді ектін болды, еще деген бұзау болды. Бұзауды тоже қамақ қойып жүрдік басында. Сиыры жамырап сыртына келгенде бұзау ішінде шауып жүр. Ектінен шыға алмады ғой. Ана бұзауды да үйреніп қалған, қорқып деген. Сондай бір не болды, әбден үйренген мал деген сондай шықпайды. Соған есім кетті, таңғалдым, бастыққа үйренетін малды. Көзім жетті оған. Басында біздер деген общий бүткіл нені қоршап, жерді километр қоршап жүрдік. Километр қоршағанда ол бүткіл мал деген бір бақта соғылмайды, ол деген бір айға дейін барады, ішінде барып жақындамайтын малдар болады, кейін жүреді де, бір айдан кейін 20 күннен кейін барып иіскеп соғылады. Сол кезде үзіп кете береді ғой, былай шыққанда қайта үзе береді, нең кетеді. Расходтанып кетесің мынаған деген, ақшаң кетіп қалады көп. Мына изолятор сынады, үзіп жіп деген сияқты. Соңғы кезде біздер мынандай тәжірибемізбен бөлісіп жатқанымыз, қораның ішіне малды қамайсыздар, сосын бір жіп кететін жіп қой, енді үзіп қайта өткен сайын үзеді, олар үзбейтін де бар, үзетіндер. Мал деген бәрі соғып беруі керек. Каждый мал деген соғып беру. Соғылғанда
мал деген мына тұмсығымен иіскеп 1 сантиметр болу керек. Сол кезде қатты соғады, сол кезде қатты соққан кезде мал деген жақсы миына сақталады, жақсы үйренеді, жақыннан істеп. Енді былай өтіп бара жатыр соқса денесіне тиіп. Онда деген мал деген түсінбей қалады, сосын деген искелеген жақсы болады. Өте қатты одан қорқау қалмайды, жаңағы өтіп кетеді. Постоянно соғып шығып үйреніп кетеді де. Иіскей үйренген неге жақсы үйренеді. Сол иіскей үйренген жақсы үйрену үшін қоран ішіне қамаған жақсы тиімді болып тұр. Негесін бір сәтте резкі тез үйретесің де малды, сосын кен жерге қоршағаннан кейін сен деген енді не істемейді. Қиратпайды. Каждый день бәрін шығып кеткен сайын изоляторды түзет, бәрі ақша ғой. Енді ол өзіміздің малымызды үйретіп тұр қой, ол үйретіледі, өзім 100% үйретіліп тұр. Мына бұқалардан көп тұстар ғой, қазір видеодан көресіз. Шықпайды өш. Айдасаң да шықпайды. Мүлде шықпайды ол деген. Енді деген сырттағы үйренбеген мал деген, үйренбеген мал не істейді? Келіп қайта-қайта мына пастуғымызды қиратып кете береді. Сол жағынан бір минус жағы сол. Көршілер малдары келеді. Бүткіл қожалық, бүткіл адамдар осы пастуққа малды үйретсе, егер де ол тиімді болар еді. Біз өзіміздің малымызды үйреткенмен барлық адамдар үйрете алмай тұр. Үйрету үшін былай айтқанда ол пастуққа үйрету деген мына мал тамбалайсыздар ғой, тамбалаған сияқты әдейі уақыт бөліп, каждый малды соқтырып, әрқайсысы соғылып пастуқ не екенін білу керек. Вот сол кезде мына пастуқтың тып-тыныш болады. Енді оны үйреткен кезде банағыдай бір адам айналысып жүреді ғой, қайта-қайта үзіп кетеді, шығып кетеді, кіріп кетеді деген сияқты. Үйретіп алғаннан кейін бұл рахат нәрсе. Мына бұқалармен үйренген малдар мынау деген. Шықпайды мына өзі шөпті көріп тұрсыздар ғой. Дым шықпайды. Бірақ оған үйрету үшін әдейі уақыт бөліп, каждый соқтыру керек. Мал тамбалаған сияқты. Көбі деген ол алады да былай пастуққа қамақ қояды, үлкендеу кейін жерге. Ол кейін жерде бәрі соғылмайды, кейін жайлап анда-сонда соғып шығып кете береді. Біздер осыны енді тек қана бұқаларға пайдаланып тұрық. Бұқаларды бір қазірден осы тұрған жерде осы 18 күн қамалды. Мына жер 18 күнде мынандай болып кетті. Тап-тақыр қылды. Негізі общий алдынан бір қамағанда бір ай болып қалды почти. Бір ай болып қалды, бірақ ана жағында ол жердің шөй осындай болды. Дронмен көремін. Өсіп жатыр уже. Шөй өсіп кетті уже. Бері қарай ауыстырдық, жерін ауыстырып тұрасыздар. Ал мына осы бұқаларды не үшін қораға қамап отырық, сол жағын видеоның соңында айтамыз дедік қой. Соны айтып жіберейік. Соны айтып жіберін әке. Мына бұқаларды осылай біздер қамап аналық малға уақытында қосып отқан себебіміз баяғыда деген бірінші кезде білмедік. Не болды? Төлді біздерден қыста февральдан бастап мал төлдейді. Ол кезде күн аяз болады. Сол кезде бұзау қоран ішінде тұрады. Ол төл дегенде банағы малшынға да ауыр. Төлді аз аласың. Өйткені қоран ішінде күн салқын болады, бұзауларға салқын тиеді, шықақтайды. Сосын деген бір несі малды жамыратқан кезде бұзау мамасын танымайды, мамасы бұзауын танымайды. Сол кезде енді каждый мамасына жамырату керек, өте қиын болды. Сол кезде біздер бұқаларды аналықтан айырып, уақытында, мысалы март айында, көктемде даладан төлдетуге соған көштік. Сол көшкелі біздер жақсы төл алып отырық. Сосын малшыға да, адамға да ыңғайлы. Әрине ол шығын болады, бәрі идеалын төл алмайсың ғой, ішінде шығын. Бірақ ана бұрынғы февральда туған төлмен қазіргі істеп отқан көктем айында туғызып отқан мен салыстырғанда тиімді пайыз көбіректе төл алып адамға ыңғайлы болып отыр. Соны бөліскіміз келіп отыр. Бірақ соны бұқаны уақытында бөлу үшін мына электропастуқты біздер пайдаланып отыр. Осы күнге дейін 5 жыл болды. Соны айтқымыз келіп. Далада жайылып жүреді. Иә. Енді қоран ішіне ұстау деген мына бұқалар деген шөу жеу керек, көк жеу керек. Көк жеу үшін біздер осы жайылымды мына пастуқ арқылы қоршап отырық. Жалпы бүткіл малды үйретіп алсақ, әрине ол керемет өте жақсы, бірақ оның бәрін үйрету біздің бір адам бір қожалықтың бір қожалыққа келмейді, сосын мына климатымыз келмейді. Күн ысып кеткен кезде тоқ соғу несі қиындау болып кетеді. Бірақ соны ылғал кезінде үйретіп алу керек. Иә, ылғал кезінде егер де оны жұмыс етіп, бәрі адамдар бүткіл үйретіп алса, малды онда уже бүткіл жерді қоршап, сортымен малды жақсы төл, жақсы мал шығару болады. Аурудан да сақтану болады. Енді өкінішке орай біздер деген қазір деген
оны істей алмай отырық. Пока мына бұқаларымызды уақытында айырып, кішкене аналыққа көктемде туатындай соған пайдасы тұрды. Пайдастырып отырық. Енді ішінде бір 15-20 шақты қыста туады аналықтар. Бірақ әрине ол жаңа көршілердің бұқалары сөйтіп қосып кетеді ғой, содан туып тұр. Бірақ олай азын-шоң 10 шақты басты қарайсың ғой, мынандай 80 бастай февральда баяғыда туғанда біздер қиналып кеттік. Массовый төл деген көктемде төл дейді ғой даладан. Тек мамасын емгізіп бір аяқтанғанша қарайсын, ар жағында өзі мамасына лесі еміп жүреді. Енді қыста туғызған бір несі күнде таңертең кеште мамасын жамырату керек. Сол жері қиындау. Сосын ол мамалар бірін-бірін бұзаулар танымайды, шықақтайды. Қиындау. Сол проблеманы осы пастух шешіп отыр қазір. Сол проблема осылай. Сол мәселені біз осы пастух арқылы шешкендей болып отыр. Сосын мына электропастух біздер мындай тұрғанымыз, алыстан кетканда жылқы біртімен шауып кетканда мындай баклашка қойып қойып тұрық. Бұл да баклашкада жинап алған ыңғайлы. Осы алыстан каждый неге штырға қадап түсіріп қоямыз. Көрініп тұру керек қой алыстан кетканда. Жақында и так көрінеді. Енді ол үйренген жылқы тоқтайды. Үйренбеген жылқы көрмей өтіп кетеді. Банатық үйретіп алу ғой малды. Енді мынаны баклашка деп тұрған, банағыда мөшекке жинаған ыңғайлы. Баклашка мөшек жинабас, кер құрғанда қоя қойдың. В общем, мынандай бір төмен біздер істеп тұрған себебіміз, біздер сезонный. Мына сүрет сонда мына жердің бәрі оның алдында бұқа осы жерде жатты осы жағында. Шөп өсті, өсіп қалды уже. 18 күн ішінде келіп жатыр. Бұла қарай біздер уже бұла қарай уже бұқаларды бұла қарай жер ауыстырып тұрық. Сол кезде ауыстыруға мына бізге ыңғайлы мына жіппен пастух. Негізі бір жерлерде қоршап отыр, сыммен қоршап тастайды, қайта төрттің ба жібереді, ленсен. Олар енді көшіруге келмейді, ол бір қалып түгел территорияның бәрін қоршап тастайды. Пока біздерге мына шағынды өйтіп, бір малды үйретуге осы ыңғайлы болып тұр бізге. 5 жылдан бері осы электропастухты құрып, бұқаларға қарамыз ғой енді. Жыл бойы құрғанда, бір сезонный құрамыз сол кезде мына жылқыдан қиналдым, жылқы мал деген қайта өсіп кетіп, жаңағыдай пастухтың бәрін шашып кетіп, сөйтіп жүрді. Сол жер қиындау болып тұр. Ол үшін жаңағы сол біз климатымыз баяғы келмейді, климат. Егер де мына шабындығы бар жігіттер болса, шабындығы бар, айында шабындық болғасын уже ыза күшті болады ғой, көлдің жағасы деген сияқты. Соған деген мына электропастухты құрып пайдаланса өте керемет ол деген. Банағыдай ол ойлайды адамды бір құрып тастаймын деп, ол бір құрып тастағанда сол малды каждый үйрету керек. Былайша айтқанда мал емес, пастухты бағасыздар ғой, пастухты бағып қарайсыздар. Пастухты бір адам қарап жүреді айналып, соны тексеріп жүреді. Барлық жылқы айналдырады, бүткіл мал бәрі ана жерге соғылып болғаннан кейін ол жоламай тып-тыныш болады. Ешкім қан. Содан кейін уже мал шағада жеңіл болады. Ана жердің қоршауы былайша айтқанда шабындықты бүлдірмейді деген сөз ғой, таба алмайды деген сөз. Мына енді пастухты бұқаларға құрған жағдайда бір шетінде үшін су ішу керек қой, құдықтың бір шетінен мына пирог секілді етіп қоршайсыздар ма? Мысалы сондай сөйтуге болады. Мына видеодан бізден көріну керек. Су ішеді, мал деген шөбін жейді, жатады ғой, болды тып-тыныш. Оны ешкім бақпайды, тек қарап қояды, болды былай. Сөйтіп істеуге болады. Ал құрметті ағайын, міне видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ағамның бірталай кеңестермен бөлісіп айтқаны. Осы енді тағы сұрақтарыңызды комментария жазасыздар, каналға тіркелесіздер міндетті түрде ғой енді. Видеоның соңында сұраймыз ғой енді. Біздің керегі сол. Сонымен шабыттанамыз. Рахмет көп-көп. Тағы да айтарымыз болса, тағы да шығармыз бұйырса. Біздің енді білмейтініміз әлі көп болар, бар білгенімізді бөлісіп жатқанымыз осылай. Қазір біз бұқаларды осылай ұстап отырық деп, сол бөлісіп жатқанымыз. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар, аманшылықта, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет баршаңызға. Сау болыңыздар.